Лего тарихы. Бәлкім сіз осындай Лего бөлшектерді көрген боларсыздар. Бірақ осы бөлшектердің тарихын, неліктен Лего атанғанын білесіз бе? Оның атауы бұл пластикалық ойыншықтың шығу тарихынан да ұзақ, қызық па? Олай болса бәрін басынан бастайын. Көп жыл бұрын Белун қаласында өте шебер ағаш ұстасы тұрды. Оны Оли Крин Кристенсен деп атады. Оли тек жақсы ағаш ұстасы ғана емес, сонымен қатар оның өз компаниясы болған. Бірақ қиын кездер басталды. Ақша жетіспеді. Осыған байланысты соңғы жұмысшысын жұмыстан шығарды. Кіре бер. Мен ұстахананы жауып, заттарымды жинап қойдым. Рахмет. Жұмысың үшін чек жазып берейін. Рахмет. Жарайды, бұл соңғысы болды. Олай болады деп ойламадым. Мен білемін, бұны түсіну қиын. Бірақ болашақта бұдан жаман бола қоймас. Бірақ бәрі керісінше болды. Оли өз жұбайынан айырылды. Бірақ Оли ерекше адам болатын. Ол жеңілетін адамдар қатарында болмады. Сондықтан оған 4 ұлының көмегінсіз бірдеме ойлап табу керек болды. Олидің бір ойлағаны болды. Бірақ оны жасап шығуға оның уақыты жетпеген болатын. Олидің жасап шыққаны балаларына қатты ұнады. Кейін ол ойыншық жасауды жөн көрді. Оли жұмысқа кірісті. Қуанышқа орай Олидің шеберханасында бұрынғы кәсібінен ағаштар қалған. Енді ол бұны ойыншық жасау үшін қолданды. Уақыт өте берді. Оли қанша жерден жақсы ағаш ұстасы болып, оның сапасына мән берсе де, сатылым төмен болды. Қуанышқа орай оның ұлдарының бірі, Готфред, әкесіне мектепті бітіре сала көмектесті. Бірігіп оларға кәсіпті ұстап тұру қиын болды. Уақыт өте келе, Белундағы кішкене шеберханада жасалған өте сапалы ойыншықтар туралы сыбыс тарай бастады. Бір кезде қалаға бір адам келді. Ол адам Олидің болашағын өзгертті. Нақтырақ айтсақ, Фридерселдағы көтерме саудагер болған. Менің естуім бойынша сіз ағаштан сапалы ойыншықтар жасайды екенсіз. Иә, сапалысы бар. Саудагер ойыншықтарға өте қатты қызығушылық білдіріп, кетпестен бұрын үлкен тапсырыс жасады. Біздің жұмыстарымызды бағалайтын адамдар табылды. Сапасын да көрді. Саудагер ойыншықтарымызды мерекеде саудаға қоймақшы. Бұл жақсы жаңа жыл болмақшы. Енді шеберханада жұмыстар көп болды. Сондықтан Оли өз жұмыскерлерін қайта жұмысқа алды. Оли қолдан дайындалған ағаштың тек ең жақсысын, сапалысын қолданды. Олар күні-түні тынбай еңбек етті. Себебі жаңа жыл басталмастан саудагерге жасап беру қажет болды. Бірдеме дұрыс емес пе, әке? Бізде үлкен қиындықтар пайда болған секілді. Барлық жұмыстың жартысы дайын болғанда, Оли саудагерден хат алды. Онда саудагер банкротқа ұшырап, тауарды ала алмайтынын жазған. Енді не істемексің? Жаңа жыл не болады? Тіпті өзімізге тамақ алмаймыз ба? Мен бір амалын табамын. Сонда не істемексің, әке? Мен бәрін жасаймын. Тіпті ойыншықтар дүкеніне барып сатамын. Уақыт жоғалтпай Оли көлігіне ойыншықтарды тиеп жол жүрді. Оли өте жақсы ойыншықтар жасағанымен, ол жақсы саудагер болмады. Ол өзі жайлы, немесе ойыншықтың сапалылығы жайлы айтқысы келмеді. Бірақ ол тым болмаса тырысқысы келді. Себебі ойыншықтарды сату керек еді. Бұл жақында әлемге әйгілі ойыншық болады. Сізді қызықтыратындар бар ма? Бұл қызық әрине, бірақ менде қазір ақша жоқ. Мүмкін бірдемеге ауыстырып аларсың, а? Ақша болса жақсы болар еді. Ол барлық ойыншығын сатып үлгерді. Бірақ ойлағаннан аз ақша алды. Бірақ бұл қиындық та шешілді, және жаңа жылға жеткілікті тамақ болды. Уақыт өте берді. Бірақ ойыншық сатылымы бір қалыпта болды. Сондықтан Оли компанияға жақсы есім керектігін түсінді. Ол қандай болу қажет?
мысалы қысқада нұсқа жақсы ойнау деп қойсамшы. Латынша жақсы ойнау leg good деп аударылатын. Ол қандай болу қажет? Қандай болу қажет? Тым болмаса кішкене белгі берсе ғой. Лего? Көргендеріңіздей, Олли компанияға жақсы есім тапты. Бірақ латынша Lego мен құрадым дегенде білдіретін Олли білмеді. Компанияның Lego деген атауын халық жақсы қабылдап, олар алға дами бастады. Біз осы жылы 3000 крон жинадық. Бұрынғыға қарағанда көбірек. Сен 3000 крон дедің бе? Онда мынаны қара, қалай екен? Готфред ақшаны станокқа кетіргісі келмеді, бірақ сонда да ол оны жақсы бағалады. Сөйтіп ойыншықтардың сапасы едәуір көтеріліп қалды. Сен ойыншықтардың соңғы қораптарын дайындасаң қалай болады? Жарайды. Әке, мен бүгін компания үшін едәуір ақшаны үнемдеп қойдым. Шын ба? Қалай? Мен бояуды 3 қабаттың орнына 2 қабат жақын үнемдедім. Не істедің? Готфредтің ойы Оллиға ұнамады. Сондықтан Олли Готфредке ойыншықтардың соңғы қабат бояуын жаққызып, станцияға жіберді. Себебі Олли тек сапалы ойыншықтарды жасады. Ол тұтынушыларды ешқашан алдағысы келмеді. Олли Готфред қайтып оралғанда, оған компанияны көтеру үшін сапаны қолдау керектігін түсіндірді. Кейін Готфред сапаға көп көңіл бөлді. Ол әр бөлшектің тек ең үздігін саудаға шығарды. 1930 жылдың аяғында Lego айтарлықтай дами бастады. Тіпті Екінші дүниежүзілік соғыс басталғанда, олар сапаға көп көңіл бөліп, қарқынын бәсеңдетпеді. Бәрі жақсы келе жатты. Тек 1942 жылдың қысында Оллидің сәттілік теріс бұрылды. Өрт, ұстахана өртенуде. Бірақ құтқарушылар келгенде бәрі кешеді. Ұстахана толықтай өртеніп кетті. Барлық сызбалар мен құралдар да өртеніп кетті. Оллидің бұған сенгісі келмеді. Оның өмір бойы жиғаны өртеніп кеткен болатын. Бірақ ұлдары мен жұмыскерлері үшін ол компанияны қайта құруға кірісті. Сөйтіп жаңа ғимарат салынды. Lego өз жұмысын жандандырып, нарыққа қайта жол тапты. Біртіндеп Lego тоқтаусыз жұмыс жасады. Сол үшін Олли жаңа бағыттар іздеді. Сөйтіп Копенгагендағы Данияға жаңа әкелінген станоктарға қызықты. Себебі ол пластикалық бөлшектерді жасайтын еді. Ол өте қобалжулы болды. Сонымен сатып алайын ба? Бұл жақсы келісім сияқты. Бұл әрине жақсы болар, бірақ бұл үлкен ақша тұрады. Бұны иә деп қабылдаймын. Термопласт ойыншықтарды жасайтын станок келгенде, Олли кішігірім пластикалық ойыншықтарды жасады. Мысалға қонжықтар мен шақтарды. Бірақ ода жәрмеңкеден алған пластикалық бөлшегі болатын. Ол оны әркез ойына шығармады. Ешкім бұл істі қолға алмағасын, Олли дизайнын өзгертіп, нарыққа шығарғысы келді. Бірақ сол кезде пластикалық ойыншықтардан тек Фергюсонның тракторы жақсы сатылатын. Сондықтан қоймада Lego бөлшектер көптеп жиналды, себебі сатылымы төмен болды. Бұл мүмкін емес. Әрі біздің тауарларды мейрам болмаса да алу керек. Готфред жағдайды түзегісі келді, сондықтан ойыншықтарды өзі сатпақшы болды. Готфредке әйелі Идов оған моральды түрде көмек беріп қолдады. Егер тауарды сата алмасаң, орнына басқа бірдеңе ала сал. Бұл әрине жаман болмады, сондықтан ол ел аралап сатқысы келді. Себебі қиындықтан шығу керек еді. Олар дәл Оллидің туған күнде қайтып оралды. Олли 60-қа толуына орай оның жақындарының бәрі жиналды. Жол ұзақ болған болар. Ей, менде бір ой бар. Мүмкін әкелі балалар бірге фотоға түссе қалай болады? Барлығы бұл ойды құптады. Кейін біз диванға жайғасып, гүлдер мен сыйлықтарды жинап қойдық.
Англияға іс-сапарының барысында Готфред үлкен сауда орталығының басшысымен кездесті. Олар ойыншық жайлы әңгіме соқты. Сондықтан болашақ Лего үшін бұл әңгіме маңызды болатын. Осы құрғыр нарықты ма? Қазір ойыншықтар да ештеңеге жарамай қалды. Неге олай ойлайсың? Ойыншықтар өте жақсы емес пе? Жаман емес әрине, бірақ та олардың бағынатын бір жүйелігі жоқ. Жүйелік? Жүйе? Бұларда жүйелік жоқ. Готфред, сен не істеп жатырсың? Бұларда жүйелік жоқ. Ал ойыншықта айналасын қоршаған белгілі бір жүйе керек. Мен ойыншықтарды белгілі бір жүйеге кіргіземін. Мысалға, балаларға тек дайын ойыншықты ұсынады. Неге оларға ойындағысын құрауға шексіз мүмкіндік беретін ойыншық жасамаймыз? Сонда сен Легоға жүйелік кіргізесің бе? Қызық. Сол жылы Лего алғашқы жүйесі бар бөлшектерді жасап шықты. Енді балалар ойындағыны жасай алатын. Осыған орай арнайы қаланың сызбасы жасалып, балалар үлкен қызығушылық білдірді. Тіпті менің қарындастарым Лего бөлшектермен сағатта ойнайтын. Кейбір адамдар біздерді әлемдегі ең бақытты жандар санайтын, себебі біз ойыншық фабрикасында өстік. Бұл үлкен жаңалық болды. Сондықтан Готфред Даниядан тыс сауда жасағысы келді. Лего жиынтықтар өте танымал болғаны соншама, оларды көп елдерде саттыққа шығарды. Мынаны қара, мен нені құрап шықтым? Өте жақсы, Кел. Үйлерден басқа олардың мүмкіндіктері көп болатын. Тек бір жетіспеушілік болатын. Ол беріксіздік. Мен оны көтере алмаймын. Барлығы қирайды. Сонда Готфред тағы да жаңалық ашты. Ол бөлшектерді біріктіру жолдарын іздеді. Оны айтудан гөрі жасау қиын болды. Бірақ Готфред бөлшектердің ішінде цилиндрлары болса жақсы бекитінін байқады. Енді бұл бөлшектер тек ойыншық емес, ал бүтін бір құрылыс бөлшегі болды. Лего тек жаңалық ашып қоймай, жаңа сападағы жүйені жасап шығарды. Бала ойымен ол үлкен әлемге айналды. Қайта. Тоқтау тек баланың ойы болатын. Әке, мен кез келген затты жасай аламын. Өкінішке орай, Оли осынау бір бөлшектің бүкіл әлемге әйгілі болатын білмей кетті. Готфред өз отанында қалды. Кейін екінші рет өртке ұшырады. Өрт фабриканың жартысын күлге айналдырды. Кейін Готфред әкесі секілді кез келген жайтқа мойынсұнбау керектігін түсінді. Готфред осынау қиын кездерді бір мойымастан бастан өткізді. Кейін компания нарыққа қайта кіргесін бәрі орнына келді. Ол болашаққа көз жүгіртіп, ағаш ойыншықтарды мүлдем алып тастады. Енді бар бағыт Лего бөлшектерде еді. Бұл өте жақсы шешім болды. Кейін жаңа жобалар жасалып, нарықта орны шегеленіп қалды. Мырза, осының ішінен қайсы жақсы деп ойлайсыз? Мынауын. Легоның жеткілікті түрде жетістігі болса да, Готфред жаңа жобалар ойластыра берді. Солардың бірі аэропорт болатын. Оның көмегімен әлем бойынша сату едәуір жеделдейтін. Әкесі қандай болса, баласы да сондай. Оған ойдағысын жасауға көп уақыт кетпеді. Солай 3 жылдан соң Белон аэропорты ашылды. Алыстан келген қонақтар, саудагерлер әрдайым жаңа жобалар жасалып шығатын бөлмені көргісі келді. Уақыт өте келе, бұл компанияда өте кішкентай болып кетті. Сондықтан оларға жаңа зауыт керек еді. Менің ойымша күте тұрған жөн болар. Готфред Легоның болашағы халыққа көрсететіні болу үшін жаңа ғимарат, әлде жаңа кешеннің керектігін білді. Мен сізді алаңдатқым келмейді. Сондықтан Лего пойыздардың жаңа бөлшектерін осында қояйын. Жай ғана үстіне қоя сал. Поезд? The idea grew quickly from an exhibition room to an amusement park. Ал бұл жерден сіз паркты жоғарыдан көре аласыз. Бұл жердің бәрі Легодан жасалады. Леголенд. Бұл әрине қызық, бірақ онда келетіндердің саны қанша болмақ? Менің ойымша 200, әлде 300 мың адам. 300 мың? Бұл ой көтерме орталығынан парк аттракционына айналды. Бұл сандар өте көп болғанымен, менен әкем олардан тіпті асып кетті.
Бірінші жылдың өзінде оның паркын 600 мыңнан астам адамдар қарап шықты. Мен және менің отбасым сонда қонақтарды қарсылап отырдық. Бұл дәстүрді әлі күнге дейін сақтаудамыз. Енді сіздер бәрі неден басталғанын білесіздер. Бұның бәрі атамның сапаға адалдығы мен жаналғышқыштығының арқасында пайда болды. Менің әкем де Легоның мүмкіндіктеріне толықтай сенді. Ал мен болсам, оның дамуын одан әрі іргелетпекпін. Әрі балаларға өздерінің ойындағы әлемді жасауға мүмкіндік беретін шексіз әлемді жақсартпақпын. Сондықтан дауыстайым, осы мультфильмді аударып табыстады. Сөйтіп тек бүлдіршіндер, тек ең үздік заттарға лайық екенін көрсеттік. Фильмнің соңы. Фильмді қазақ тілінде дубляждап, аударма жасаған Дауыстайым YouTube арнасы, арнайы Қазақстандағы ең кішкентай бүлдіршіндер үшін.